Қабірде періштелер сұрақ қойғанда қай тілде айтады білесіз ба дейді. Қабірде періштелер сіздің біздің түсінетін тілімізде айтады. Оны міндетті түрде біздің жер бетінің қазақ тілі, орыс тілі емес. Білесіздер ғой, сәбилер қай тілде сөйлейді айтыңызшы. Екі сәби мүлде бір-бірінің тілін түсінбейді, қай тілде сөйлейді. Сіз егер сөйлемей тұрсаңыз, бір орысша немесе басқа тілді айтпай тұрсаңыз, ішіңізден қай тілде ойлайсыз? Сіз өзіңіз ойлайсыз, мен қазақша сөйлеп жатқан шығармын, орысша сөйлеп ойлап жатқан шығармын деп, бірақ олай емес қой. Сіздің ішіңіздегі жүрегіңіздің тілі бөлек тіл. Дәл сол сияқты бұл барзах әлемі деп аталады. Қабір жерін, сол қабірдегі барзах әлемінің тілімен сұрақ қояды, оның барлығы түсінеді. Қияметте де Алла тағаланың алдындағы сауал жауабымыз да сол барзах әлемінің тілі. Жәннаттың тілі де, басқаның тілі де осындай. Кейбір ғалымдарымыз жәннаттың тілі араб тілі деген сөздер бар, бірақ ол хадис ондай бір жоғары дәрежеде қабылданатын дәрежеге жетпейді. Сондықтан барзах әлемінің тілі деп қана қоя қоямыз.